әлеуметтік желі Фейсбукқа жазып жүрдің ғой мысалға, и оның маңыздылығының артып бара жатқанын, когда ты понял, что это все больше, чем просто дневник? Бір оқиға болған, 1 жыл болды Фейсбукта жазып жүргеніме. Сосын бір кезде үйіме келем, лифтке кірсем, лифттің іші адамға толы. Бір түсініксіз адамдар. Көзге қарамайды, иістері жаман, бір алкогольдің иісі шығады. Сөйтіп, екінші күні келем, дәл сондай картина, үшінші күні келем, дәл сондай картина. Мен ойлаймын, бұндай адамдарды көрмеппін. Біздің подъезде бұндай көршілер жоқ еді. Бұлар қайдан келіп жатыр? Иә, бұлар қайдан келіп жатыр деп. Сөйтіп, КСК-дан сұрасам, ол айтады, бізден 1 этаж жоғары, бір пәтердің ішінде хостел ашып қойды. Бір күні бір айқай шу болды түнде. Сөйтіп тепшекпен көтеріліп бара жатсам, қарасам полдың бәрі, подъездің полдың бәрі Темекі. шприц. Шошып кеттім. И мен бір күні пост жаза салайын дедім да, пост жаздым Фейсбукта. Пост жазғаннан кейін бір 1000 репост болған шығар. Сөйтіп тарап кетті желіде, сосын СМИ-дан неше түрлі мақалалар шығып, сөйтіп полиция келіп жауып тастады. Бір аптаның ішінде, иә. И сол кезде сен түсіндің? И сол кезде мен түсіндім, әлеуметтік желінің күші осындай екен ғой деп. Содан ары уже кәсіби түрде пайдалана бастадым.